Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге ең оңай әрі қарапайым шарлотка пирогының рецептісін ұсынамын. Ұнап жатса каналыма жазылыңыздар. Ең бірінші 5 жұмыртқамызды салып, сосын қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен. Миксердің төмен жылдамдығынан бастап ағарғанға дейін араластырамыз, шамамен 4-5 минуттай. Келесі сары майымызды салып миксерлейміз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Алдын ала ұнды 2 бөлікке бөліп, жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала туралған алмамызды дайын болған қамырымызға ұсақтап қосып араластырып аламыз. Лопаткамыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Формамызға салып, бетін әдемілеп шығамыз. 2-ге бөлінген алмалармен әдемілеп шығамыз. Сосын осы пирогымызды әркімнің пеші әртүрлі. Мен 180 градуста 40-50 минутқа салып алдым. Қызып тұрған пеште өте дәмді болып шығады. Суыған соң қант ұнтағын сеуіп әсемдесек болады. Сау болыңыздар, өте пайдалы әрі дәмді.